Сәлем баршаңызға, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін өте дәмді әрі тез дайын болатын пирог пісіретін боламыз. Егер үйде айрандарыңыз болса, осы пирогты жасап көруге кеңес беремін. Алда менің жаңа видео рецепттерімді көру үшін каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі видео үй жағдайында нутелла жасайтын боламыз. Сіздер де осы рецептпен жасап көріңіздер. Осындай құрғақ ыдысымызға 3 жұмыртқамызды саламыз. Сосын 1 пиала шай ішетін пиаламызбен қантымызды салып, миксердің көмегімен осы қантымыз ерігенше, массамыз 2 есе үлкейгенше жақсылап миксерлейміз. Сосын айран қосатын боламыз. Бағанағы пиаламен өлшейтін боламыз. 1 кесе айранымызды құямыз. Айранын менде тұщы, тәтті деп те атайды, ол тұщы. Сосын жарты пиаладан сәл азырақ сұйық майымызды құйып, миксердің көмегімен жақсылап массамызды араластырамыз. Сосын алдын ала електен ұнымызды өткізіп аламыз да, бағанағы пиаламен 2 пиала қосатын боламын. Ұнымызды осы видеодағыда көрсетілгендей әр жеріне шашып, миксердің көмегімен жақсылап араластыратын боламыз. Сосын 1 шай қасық разрыхительді саламыз. Миксердің көмегімен жақсылап араластырамыз. Видеодағы көрсетілгендей осындай қоймалжың масса болу керек. Алдын ала пешімізді қыздырып қоямыз. 180 градуста 40-45 минутта піседі. Мендегі форма диаметрі 22. Сіздер қалаған формаларыңызды салсаңыздар болады. Пирогымызды пешке салып пісіретін боламыз. 40-45 минутта піскенін ағаш таяқшаның көмегімен білетін боламыз. Ағаш таяқшамыз құрғақ болып шығу керек. Осындай формамыздан суытып, пирогымыздың үстіне сахарный пудра сеуіп, дастарханымызға ұсынамыз. Сіздер де осы рецептпен жасап көріңіздер, өте дәмді, керемет болып шығады.